2 жылдық карантинді артқа тастап, бүгін еліміздің барлық мектебінде соңғы қоңырау салтанаты дәстүрлі түрде өтті. 11 жыл білім алған оқушылар Алтын мектебімен қоштасып, жарқын өмірге қадам басты. Өңірімізде 7,5 мыңнан астам түлек үшін бүгін соңғы қоңырау соғылды. Облыс әкімі Нұрлыбек Налибаев Байзақ Момынбаев атындағы нөмірі 278 IT мектеп лицейіндегі шараға қатысып, түлектерге сәт сапар тіледі. Дәл бүгінгі күн мектеп түлектер үшін ешқашан ұмытылмайтын, мәңгілік есте қалатын тарихи сәт. Себебі олар үшін күміс қоңырау соңғы рет соғылды. Осыдан 11 жыл бұрын мектеп табалдырған именаттаған ұл-қыздар бүгін міне жарқын өмірге қадам баспақ. Сондықтан болар жүректе толғаныс, көңілде қимастық сезім бар. Биыл оқу жылында Байзақ Момынбаев атындағы нөмірі 278 IT мектебі лицейін 50 оқушы бітірсе, олардың екеуі алтын белгіге үміткер. Бүгінгі 25 мамыр бұл біз үшін өте тарихи сәт, бұл біздің өмірімізде мәңгі есте қалады. Және де барша осы биыл бітіріп отырған түлектерге сәттілік тілеймін, жоғарғы оқу орнынан гранттарды бұйыруды нәсіп етсін. Мен өзі маркетинг мамандығын таңдап отырмын, себебі бұл өте сұранысқа ие, және де маған кішкентай кезімнен бизнес жағы өзіме қызықтырақ болып. Батыр анамын, 6 балам бар. Барлық балдарым осы мектепте оқып жатыр. Бүгін менің бір балам, Жаңабай Даниял деген балам, 11 А сыныбын бітіріп жатыр. Құдай қаласа, үлкен қадам аттап, үлкен өмірге қадам басып жатыр. Барлық бітірушілерге сәттілік тілеймін. Ал облыс бойынша 7505 түлек Алтын мектебімен қоштасып, қияға қанат қақты. Салтанатты шараға қатысқан облыс әкімі Нұрлыбек Налибаев мектеп бітіруші оқушыларға ағалық лебізін білдіріп, алдағы сындарлы сәттен сүрінбей өтуіне тілектестігін білдірді. Білім саласын дамыту бағытында жүйелі түрде қолдау шараларын ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Биыл 4350 орынға арналған 9 мектеп және 90 орындық бір балабақша пайдалануға беріледі. Облыстағы 7 мектепті күрделі жөндеу жұмыстарына 2,7 миллиард теңге бөлінді. Облыстық бюджеттен 35 мектепке бейнебақылау камераларын орнатуға 252 миллион теңге, жаңа үлгідегі 50 пәндік кабинет алуға 400 миллион теңге қаржы қаралды. Оқимын, санама тоқимын деген шәкірттерге мүмкіндік мол бүгінде. Мәселен, 11 сынып оқушысы Тұмар Бітімбай 2021-22 оқу жылында Flex бағдарламасы бойынша Американың Энкени қаласындағы жоғарғы мектепте тегін оқуға мүмкіндік алды. Сондай-ақ осы мектеп лицейде оқу өндірістік комбинат ашылды. Мұнда оқушылар тігінші, аспаз, жүргізуші біліктілігін меңгеріп шығады. Мектептің материалдық техникалық базасымен танысқан аймақ басшысы түлектермен кездесіп сұрақтарына жауап берді. Ал қоғам қайраткері, еңбек ардагері Сайлаубай Әбішев жарқын өмірге қадам басқалы тұрған оқушыларға батасын беріп сәттілік тіледі. Бүгінгі өмірге жаңа қадам жасап жатқандарың құтты болсын, сәтті болсын. Барлық уақытта елдің абыройын көтеру жолындағы мақсаттарың әрдайым орындала берсін. Әумин қабыл болсын. Айта кетейік, облыстағы 430 мектеп бітіруші алтын белгіге үміткер. Ұлттық бірыңғай тестілеуде әрбір түлек үкілі үмітті ақтайды деген сенімдеміз. Әкімден Жолтаев, Алматы Меңдібаев, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.